Достар, менің қазақша каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруға ұмытпаңыздар. Қосарай қаласының тап ортасындағы әкімдік үйінің алдында тәу заманнан бері қала халқы дем алатын көлемді саябақ бар. Мұсылмандардың Құрбан айт мерекесінің 3-ші күні әдемі бір әйел 3-4 жастар шамасындағы баласын жетелеп осы саябаққа кіре берді. Демалыс күн болғандықтан ба, адам көп екен. Отырар орынның біразы бос емес. Серуендеп, сейіл құрып жүргендер де жетіп артылғандай, баққа кіре бере әйел сыртындағы 9 қабат ғимаратқа жаутаң етіп 1-2 рет қарады. Көкірегінде бәрі сайрап тұр. Қай жылы, қай қабатта отырғаны, басшыларының мінез құлқы, жұмыс әдістері бәрі есінде. Виталий Сергейұлы деп аталатын басшысы төңірегіне көрікті әйелдерді жинағыш еді. Құдды бір гарем сияқты. Өзі келбетті, әрі шет тілінің маманы болғандықтан, бұл да элита ортасына жастайынан тап болды. ақш-тан бір делегация келгенде, аудармашылығымен бірден көзге түсті де, әкімдік мұны мектептен жұлып алып, өз қатарына қосты. Әуелі жұмысты офис менеджерден бастады. Әйтсе де, көбіне іскерлік кездесулерде жүретін, тіпті аудармашы болмағанның өзінде қонақасыларда қызмет көрсетеді. Басты себеп келбеттілігі, тез тіл табыса алатын сергектігі тағысын тағылар. Ресми аты, жөні Сағила Беймұратқызы. Қатарластары оны еркелетіп Сакуша дейді. Сол Сакуша баласын жетелеп әрі бері жүрді де, бақтың түпкі жағындағы жалғыз әйел отырған бір бос орынға жайғасты. Анау әйел екеуі ауыздары жыбырлап амандасқандай болды. Әйел 70-ті алқымдап қалған, екі жағы суалып, бетін әжім басқан кексе кісі екен. Екі көзі жаутаңдап, бұған бір, баласына бір қараумен болды. Бұл қарастың мәнін Сакуша бірден түсінді. Бала өзгеше, шашы бұйыра, өзі көмірдей қап-қара. Тура сойып қаптап қойған африкалық. Тілі қазақша ана мынаны сұрап тақылдап тұр. Кексе әйел, алда Құдай, ай, мына бейшараның қызы ойнақтап жүріп от басқан болды ғой, немересі болуы керек. Анау қара халықтан тапқан шығар деп ойлады. Сакуша сыр берген жоқ, үндемей отыра берді. Кексе әйелдің шыдамы таусылды. Қарағым, ай, сұрауға ұялып отырмын, балаңның түрі өзгешелеу екен, деп күмілжіді. Иә, бәйбіше көрініп тұрған соң, несіне жасырайын, түрі өзгеше екені рас. Әйтсе де, қазақтың қалпын қанына сіңіріп жатырмын, есімі алдан, мен өмірден алданған адасқан жанмын, сонан соң атын осылай қойдым. Тек онысы нес, деді кексе әйел шошып кетіп. Өзің таптың ба? Иә, бәйбіше өзім деп кібіртіктеді Сакуша. Не дейді жүзі қара, оған қалай дәтің барды? Өзің жаста емессің, Құдайдан қорықсан еді. Кексе әйел шошып кетіп орындықтың шетіне қарай жылыстай берді. Арада ауыр үнсіздік орнады. Бірталайдан кейін Сакуша білгіңіз келсе мәнісін айтып берейін, деді. Кексе әйел жаулығын жоғары түріп, жақындап келіп құлағын тосты. Оқиға бұлай болған еді. Мектепті бітіргеннен кейін қазақ жастары көп аса бара бермейтін Алматының Иняс-ына түстім деп бастады әңгімесін Сакуша. Алғашқы 2 жылым кітаптан бас алмай оқып, өзіме таныс емес тілді тиянақты меңгеруге жұмсалды. Ұстаздарымыз да әр сөзді миымызға шағып құйғандай үйретіп,
сапалы білім берді. 3-ші курста ауызша әжептәуір сөйлеуге, шет елдің газет, журналдарын емін-еркін оқуға жарап қалдық. Бұл 70-ші жылдардың аяқ кезі ғой. Алматыда шет елдің студент жастары баршылық еді. Көшеде, кейде саябақтардағы би кештерінде солармен кездесіп қалып жүрдік. Тіл білген соң емін-еркін сөйлесе береміз. Сырт елден кедей, кепшіктің емес, бірыңғай байдың балалары келеді ғой, олар кереметтей киінеді. Ақшалы, сол жылдары Алматыда джинсы шалбар, бетке жағатын опа, дала, француз дуфиі сияқты ұсақ, түйектер көздің құрты болды. Қыз емеспіз бе? Киім кигіміз келеді, әдемі көрінгіміз келеді. Курсымызда аса сұлу 2 қызымыз болды. Оның біреуі Шымқаладан еді. Өзбек ағайындармен шатысы бар ма? Білмеймін, ол соншалық нәзік мүсінді, нағыз ботагөз қыз. 2-ші қызымыз солтүстік жақтан болды. Оның енді фигурасы естен тандыратын. Өзі аса ашық, спортпен айналысқан батыл. Мен арқаның бидай, өңді дейтін қара торы қызымын ғой. Алматыға келген соң бетім ағарып, кеудем көтеріліп, бөксем жұмырлана бастады. Әу бастан бойшаң, аяғым түзу болатын. Ағылшынның ақ джинсін киіп, көзімнің айналасына қоңырқай рең беріп, бетіме шамалы опа жаққанан кейін нағыз сұлудың өзі болып шыға келдім. Шет елдік 2-3 студентпен жақын танысып, ұсақ түйек алып жүретін біз. Бір күні қыздар мыналар пәтерге шақырып отыр. Көп заттар әкеліпті, өлшеп көрейік деді. Бопты барайық, дедім менде елең ете қалып. Пәтерлері даңғарадай кен екен, бір бөлмені затқа толтырып қойыпты. Көзіміз шоқтай жанды. Олар әдетте арзанға, ақшамыз болмай жатса, қарызға да бере беретін. Ал келіп, өлшейік киімдерді юбка, копта, джинсидің сан түрі, дуфидің неше атасы бар. Мен 2 джинси, 1 дуфи, ерінге жағатын помада алдым. Құрбыларымда қарық болып, сумкаларын толтырды. Жігіттер болса, сырғауылдай бойшаң апайтөс пәлелер ғой, дастархан жайып, біздің заттарымызды жумақ болды. Шампан іштік, тағы бір сұйықтардың дәмін таттық. Олар биге шебер музыка қойылып, көңіл көтерістік. Бір кезде кескен теректей құлап түскенім есімде, әрі қарай түк білмеймін. Содан қанша жатқаным белгісіз оянсам, алпамсадай негір жігіттің астында жатырмын. Иттің зілдейін, ай, денемді жартылай әзер босатып алдым. Анау 2 құрбымда, 2 негірдің астында ыңырсып жатыр. Керуеттері де, диванда гүп-гүп, сықыр-сықыр. Сөйткенше, менің албастым да оянып кетті. Маған бас салды. Қарсыласуға дәрмен жоқ, тыржалаңашпын. Бұған дейін де болар іс болған сияқты. Ананы көргім келмей, көзімді тарс жұмдым. Ол өліп, өшіп, жалап, жұқтап әкетіп барады. Қара бақайымнан бастап, аузыма дейін, бүкіл денемді күйдіріп, сүйіп шықты. Бір сәтте менің анауымды көнтектей ернімен өбе бастады. Құдай, ай, ондайды кім көрген? Бүкіл денем балбырап, арам тәнімдегі нәпсі жыландары қуана ойнақ салмасын ба? Өзімді басқа бір тылсым дүниеге тап болғандай сезіндім. Санам дұрыс сияқты, ал денем өзіме бағынбайды. Ананың қаққан қазықтай еркек мүшесі тәніме тиген сайын соған құмартып, емешем үзіле түседі. Сезімнің тұла бойымда бұлағаны сондай негірдің көнтек ернін қырши тістеп,
сүйе бердім. Бұл түн біздің жанымызға да, тәнімізге де, өшпестей тағба салған қаралы түн болды. Шүберек, мүберектің құрбаны болған қазақтың сорлы үш қызы, мұны өлгенше жасыруға тырыстық, жасырдық та. Бірақ, оқу бітіріп елге келген соң алды, артыма қарамай, алғаш сөз салған адамға тұрмысқа шықтым. Бағыма қарай күйеуім мінезі жұмсақ, момын адам болды. Мамандығы есепші, бір мекемеде, әуелі қатардағы, кейін бас есепші болып істеді. Өзім әкімдіктемін. Бастығым Сергейұлы менің сауатты, жұмысқа тыңғылықтылығымды жоғары бағалап үнемі қолпаштап, көтермелеп жүрді. Тұрмысымыз жақсарып, байи бастадық. Машина алдық, пәтердің екеуін айырбастап өте жайлы бір үйге көштік. Бір қыз туып алғам. Күйеуімнің бар арманы ұлды болу. Бірақ әкімдіктегі жұмыс кедергі болып, сөйтіп жүргенде жасымызда ұлғайып 40-қа тақап қалдық. Енді шегінетін жер жоқ, тәуекелге барып, бала көтердім. Қазір өзі бар ғой, ішімдегімді ұл деп көрсетті. Байында ес жоқ, асты үстіме түсіп, өбектеп жүр. Өзі атадан жалғыз, әрі аурушаң, ұрпақ қалсын дейтін шығар, осы баланы ерекше сағынышпен күтті. Ай, күнім жетіп, аман, есен босандым. Баланың шар еткен дыбысын естігеннен кейін шамалы талықсып кеткен екем. Есімді жиып баланы әкеп көрсетеді ғой деп күтіп жатырмын. Сестралар зыр қағып жүгіріп жүр. Көз қиығымды салып жүздеріне қарасам біртүрлі абыржулы сияқты. Балаға бірдеңе болған екен деп, жүрегім су ете қалды. Сендерге не болған, ұлым қайда, неге көрсетпейсіңдер деп айғай салдым. Қазір дегендей болды біреуі. Жүзінен мысқылма, кекетуме, әйтеуір бірдеңенің нышаны жалт еткендей. Масқалдау, орыс қатын құндақтаулы баланы қолыма ұстата салып, баланың бетін ашып қалсам, қап қара бірдеңе. Естерің дұрыс па? Менің баламды ауыстырып жібергенсіңдер. Мен перзентхананы басыма көтеріп шыңғыр. Я бәйбіше, бұл адам айтса, сенгісіз сұмдық жағдай болды. Сакуша кемсең етіп, көзінің жасын сығып алды. Арада 16 жыл өтті ғой. 16. Психолог дәрігердің айтуынша, менің жатырда баяғы негірдің ұрығы қалып қойған. Өзіне қолайлы сәт туғанда, ол менің ұрығыммен будандасқан. Міне, гәп қайда жатыр? Күйеуім де, қызым да менен безіп, теріс қарап кетті. Елдің бәрі баланы мен шет елге барып жүргенде, немесе олар келгенде ойнастан тапты деп шешті. Мұндай қорлыққа шыдау қиын. Баланы өлтіргім келіп, ваннадағы суға тұншықтырдым. Екі қолы ербеңдеп, қақалып, шашалып, су астынан өзіме бақырайып қарағанда, иманым ғасыл болып, қайта суырып алдым. Бейшара зәресі ұшқаны сондай мойнымнан тасқып құшақтап, кеудеме жабысты да қалды. Ішім алай, дүлей, өзіммен өзім жеркеніп, кектеніп алғам. Іштен шыққан шұбар жылан деген сол. Бәрібір баланы өлтіре алмадым. Ендеше өзім өлейін деп ойладым. Бірақ, мына байғұсты кімге қалдырам, кім оны бағады деп, ол райымнан да қайттым. Қазір не өлі емес, не тірі емес, ұяттың отына күйген бейбақ болып жүріп жатырмын, деп Сакуша әңгімесін аяқтады. Алла сорлы, ай, жастық шақтағы селтеңдеудің зауалын тартқан екенсің ғой, деп кексе әйел жөніне кетті.
Сакуша құлдыраңдап ойнап жүрген баланы шақырып алып, бауырына басты. Сөйткенше, болмай, оның жанына бала ерткен екі әйел келіп отырды. Бұлшық бет, қотан аяқты сары қатын, арасында Толик, Аскарик иди сюда деп қояды. Сакуша, білсе ғой, бұлар кімді тәрбиелеп жүргенін. Ертең, олар рухсыз, ана тілінсіз мәңгүрт бірдеме болып шығады. Мына миғыла мүскіндер соны білмей ме? Мен, бейшара айдаладағы африкалықтан қазақ жасаймын деп тыраштанып жүрмін. Ал мыналар қаны да, жаны да қазақты қолма-қол орысқа айналдырып жатыр. Жаратқан жаппар ием, ай, парақорлық та, зинақорлық та, ұятсыздық та, бақұмарлық та бізде. Рухы сөнген, сана, сезімі таскерең болған бейшара, сорлы екенбіз ғой. Алла өзің сақтай гөр, деп ойлады. Әңгіменің соны.